Ассалаумағалейкум достар. 17-ші сұраққа жеттік. Алла қаласа енді 3 сұрағымыз қалды. Қазақ КСР-ның алтын және алмас қорының құрылған жылы дейді. Енді бұл жерде сұрақ Қазақ Кеңес Социалистік Республикасына қатысты емес, тікелей ше. Неге десеңіздер, қараңыздар. То есть Қазақ АКСР-ға қатысты емес дегенім ғой. Неліктен? Себебі біз оған дейін әуел басында Қазақ АКСР болды, яғни одан кейін басында Қырғыз АКСР болды, Қазақ АКСР өзгертілді, одан кейін Қазақ КСР болды. Алдыңғы видеоларда айтқан болатын бұл нәрсені. Енді Қазақ КСР-ның құрылған уақыты 1936 мен 1991 жылдар аралығында, яғни Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейінгі уақытты құрады. Енді бізде сұрақ былай болып тұр. Осы уақытта біздерде бірнеше заңдар қабылданып, және де бірнеше қорлар ашылды деген нәрсе. Енді мен тікелей мына сайтты көрсеткім келеді сіздерге. Осы жерде Қазақ КСР-ның, яғни Қазақстан Кеңес Социалистік Республикасының негізгі президенттері, яғни билеушілері, жасаған дүниелері, яғни атқарылған қызметтер секілді нәрселер қарастырылған. Енді бұл жерде негізгі айтып кететін нәрсе қайта құру бағыты қолға алынған болатын. Қайта құрылу уақыты міне қарайтын болсаңыздар 80-ші жылдардың екінші жартысында, 1985 жыл мен 90-шы жылдардың басында, яғни Қазақстан жерінде қайта құру саясаты іске асырылған болатын, яғни КСР-ның қоғамдық саяси және экономикалық өмірін өзгерту мақсатында. Одан кейін осы бағытта атқарылған іс-шаралардың ішіне мана айтып кеткен, міне сұрақта келген алтын және алмас қорының құрылуы осы әрекетке кіреді. Енді тікелей Горбачевтың саясаты, одан кейінгі болған нәрселер толыққанды жазылған. Бірақ біздерге мына нәрсені скриншот жасауға болады. Себебі неліктен? Қызмет атқарған жылдардың кестесі. Одан кейін міне соңғы бізде Назарбаев, оған дейін Колбиннің, одан Қонаевтың болуы, оған дейінгі нәрселер қарайтын болсаңыздар, мынау съездер ұбт-да ең қатты көп келетін съезд осы 5-ші съездің болған уақытта 4-ші съезд деген секілді. Қазақстан Коммунистік партиясының съездері бәрі бір жерге жинақталған. Әр съезде әртүрлі нәрселер қарастырылған болатын. Кеттік, енді бізге керегі міне қайта құру жылдары, 1985-1991 жылдар аралығында болған. Енді кеттік, негізі бастап қарастырайық. 85 пен 86 жылдары, яғни негізгі экономика өзгерістер, яғни саяси экономика өзгерістер биікке бөлген, экономикалық шаруашылықта өзгерістер, саяси деген билік басында өзгерістер. Яғни 86 жылы енді ең басты ірі оқиға ол желтоқсан көтерілісі болды Алматыдағы. Және де КСР-ның әлеуметтік экономикалық дамуына жеделдетуге бағытталған машина жасау өнеркәсібінің артуы болатын. Одан кейін 87 жылы мемлекеттік кәсіпорындар туралы декларацияның қабылдануы, жекеменшік сектордың әрекет аясын кеңейтуі деген секілді дүниелер. Одан кейін 88 жылы экономикалық әдістерге көшуі. Енді кеттік, мына жерге бастайықшы. Сұраққа тікелей жауап беретін қарастыратын дүниеміз. Міне 1991 жылы мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдарды одақтық бағыныштылықтан Қазақ Кеңес Социалистік Республикасы үкіметінің басқаруын өткізу туралы, алтын және алмас қорын құру туралы, Қазақ КСР-ның сыртқы экономикалық дербестігін қамтамасыз ету туралы жарлықтар қабылданған болатын дейді. Сосын 91 жылы бізде семей ядролық алаңның, яғни сынақ алаңының жабылуы білімізде алдыңғы сұрақтар келді. 49-89 жылдар аралығында болған дүние, 91 жылы жабылғандығы туралы. Қазақстан әлем бойынша бірінші мемлекет ядролық қарудан бас тартқан. Одан кейін 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасы президентінің баламалық негізде сайлануы, одан кейін 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы ретінде танылуы, 91 жылы республиканың тәуелсіздігін алған болатынбыз. Енді жалпы негізгі білу керек мәселе осы. Қайта құрылу жылдары, яғни 5 жыл арасында, міне қайта құрылу жылдары арасында қандай дүниелер жасалған? 1985 пен 91 жылдар аралығында, 6-шы жылда тоже кіргізуге болады. Жалпы осы әр жылдың жеке негізгі оқиғаларын жазып алу керек болады. Саяси оқиғасы ол халықтың ішінде болған дүниелер, экономика өзгерістер, мана айтып кеткен бізде алмаз бен алтын ол рудалар ол экономикаға тікелей байланысты. Демек, бізде 1991 жылдар аралығында 91 жылдар болған. Демек, мына жерде 92 жылды сызып тастау керек. Неліктен? Түсінікті. Себебі 1992 жылы Қазақстан республика ретінде қарастырылды. Енді логичный жасап жатқан дүние ғой. Енді осы жерден қалған жылдардың арасынан табу керек болады. Бірақ мына көрсеткеніміздей жеке датаны және историяны, саяси оқиғаны жазып алған дұрысырақ. Сосын билеушілер съездерді біліп жүрген дұрыс. ұбт-та өте көп келеді. Қиын, бірақ сонда да білгеніміз өзіміз үшін абзал ғой. Бірінші съезд, екінші съезд, үшінші съезд әр қайсысын жеке жазып шықсаңыздар, міне 28-ші съездке дейін солай, то есть 18-ші съездке дейін жазып шықсаңыздар өздеріңізге пайдалырақ.